Сәлем достар, бүгін сіздермен ерекше дәмді мак қосылған бисквитті торт әзірлейміз. Ал кремі ақ шоколадты ганаш. Таңғажайып керемет дәмдер үйлесімі. Олай болса бастайық. Алдымен бисквитімізді пісіріп алайық. Ұнға қопсытқышты қосып араластырамыз. Сары май мен қантты миксермен шамамен 3 минуттай шайқаймыз. Масса біркелкі болғанда жұмыртқаны біртіндеп қосып, әрбір жұмыртқа қосылғаннан кейін жақсылап араластырып отырамыз. Енді ұнды көз шамамен 3-ке бөліп, бірінші бөлігін жұмыртқалы массаға салып араластырамыз. Одан кейін сүттің жартысын құйып, миксермен толық біріктіреміз. Содан соң ұн, кейін сүтті және ең соңында ұнды қосып, толық араластырамыз. Енді макты салып, тағы да араластырыңыз. Мен диаметрі 18 см формаға қамырды 2-ге бөліп, кезек-кезек пісірдім. 170 градуста шамамен 35-40 минуттай. Бисквиттің піскенін ортасына ағаш таяқшаны салып көру арқылы тексересіз. Егер құрғақ шықса, пісті деген сөз. Нанды біраз формада суытып алған жөн. Сосын формадан босатып, бисквиттің жоғарғы бетіндегі көтеріліп тұрған жерін кесіп, тегістеп аламыз. Бисквит құрғақ болмас үшін, оны мен осы жолы таңқурай тосабын ситадан өткізіп, сұйық бөлігін жағып шықтым. Бисквит тосапты өзіне сіңіріп, жүп-жұмсақ бола түседі. Ал енді шоколадты ганаш жасайық. Кілегейді кастрөлге құйып, қатты ыстасыз, қайнамауы керек. Ыстық кілегейге шоколадты салып, біраз күтеміз. Еріген соң қасықпен араластырамыз. Біркелкі болсын десеңіз, 1-2 рет блендермен өтсеңіз де болады. Енді кілегейді беті пленкамен жанасып тұратындай етіп жауып, тоңазытқышқа қоямыз. Кілегей суық болғанда жақсы шайқалады. Сондықтан да алдын ала жасап, салқындатқаныңыз жөн. Салқындатқаннан кейін миксердің алдымен төменгі жылдамдығында, сосын жоғарғы жылдамдығында масса қоюланғанша шайқаймыз. Сосын сүзбелі ірімшікті қосып, тағы да араластырамыз. Осымен крем дайын. Енді торт жинауға кірісейік. Торт тұратын ыдыстың бетіне кремнің аздаған бөлігін салып, оның үстіне бисквитті жайғастырамыз. Бисквиттің бетіне кремді молынан салып, біркелкі жағып шығамыз. Содан соң екінші бисквитті салып, жаңағы әрекетімізді қайталаймыз. Жан жағына да крем жағып, осы күйінде тоңазытқышқа қоя тұру керек. Кемінде 30 минут өткеннен кейін барып, тортты креммен екінші қайтарып көмкеріп, бетін әсемдей беруге болады. Осымен сондай дәмді тортымыз дайын. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Келесі жүздескенше достар.